Қазақ тілінің дамуына жылына 2-3 миллиард теңге бөлінеді екен. Нәтиже көзге көріне ма? Қазір кейбір жерлерде қызмет алатын орындарға баратын болсаң, орысша шүлдірлеп тұрады. Қарапайым айтайын, әлеуметтік желіден бәріңіз көріп жүрсіздер, бір тұтынушы бір жерге келеді, сен маған неге мемлекеттік тілде қызмет көрсетпейсің дейді, содан дау шығады, содан қоғам шулайды. Оның кеселі неде? Бізде ешбір жерде анықталмаған мемлекет, конституциядан басқа жерде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруіміз келмейді біз. Сондықтан заңда нақты жазылу керек. Кез келген Қазақстан аумағындағы орындаушы және сатушы бірінші кезекте мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге міндетті деп жазу керек заңға. Менің намысыма тиеді, мысалы, бір жерге барғанда мемлекетім бар, мемлекеттік тілім бар, бірақ мені барған жерде неге өзге тілде қарсы алады? Ал өз тіліңді талап ететін болсаң, мемлекет басшысының сөзін айтады да. Мемлекет басшысының сөзін өздеріне туралап алғанда. Президент анық айтты құрылтайда, бір тілде сөйлеген адамды екінші тілде сөйлеуге ешкімнің мәжбүрлеуге хақысы жоқ деді. Оны біздің жаңағы мемлекеттік тілді менсінбейтін шала сауатты орта қазақ тілді аудиторияға қатысты айтты президент деп бұрмалап алды. Ал біздің шынтуайтында мемлекетте қағажу көріп жатқан бір тіл болатын болса, ол мемлекеттік тіл ғана. Қазір өз елімізде, өз жерімізде өзіміз екі тілді меңгеруіміз керек та. Ал басқалар өз тілінде сөйлеп жүре бере ма? Әділдік қайда? Айтпаса сөзінің атасы өледі дейді. Өгейдің күнін кешіп жүрген сияқтымыз қазіргі таңда. Өте жиіркенішті жағдай. Өзің қазақ ұлтының өкілі бола тұра, қазақтан туып, бойыңа сол қазақтың бүкіл болмысын ананың сүтімен сіңіре отыра, өз ұрпағыңа өз сол ана тіліңде сөйлей алмау деген, ол өзіңнің ата-анаңды біріншіден тәрк ету. Өзіңнің болмысыңды тәрк ету, ұлтыңды тәрк ету. Бәрін жоққа шығару деген сөз. Осы 1-2 жылдықта орыс тілі өте қатты қарқын алып жатыр. Шетелдерде осындай жағдай болатын болса, міндетті түрде дабыл қағушы еді бірінші. Биліктің өзі орыс тілді билік қой, сондықтан олар одан айырғысы келмейді. Ертең қазақ тілі қоғамдық саланың барлық жерінде қызмет ететін болса, менің ойымша сол билікте тұрған адамдардың балалары, немерелері жұмыссыз қалады. Олар оны жақсы біледі да, сондықтан орыс тілінен олар айырылмайды. Ал енді билікті тезге салатын, билікті осындай бағытқа алып келетін халық әлі де болса тілдің қасиетін, тілдің ұлтты ұстап тұратын қандай белгі екенін түсіне қойған жоқ сияқты. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтады, тілі жоғалған ұлт өзі де жоғалады дейді. Сол себепті қазір орыс тілін дамыту саясаты жүріп жатқан кезде өз тілімізді халық болып көтерейік. Барлық жерде қазақ тілін талап етейік, және әлеуметтік желілерде қазақ тілі контенттерді қолдайық. Сол айтайын деген. Билік қаласа бір-ақ күнде бәрін ана тілінде сайратар еді деген ойға алып қосарыңыз бар ма? Билік қаласа бір-ақ күнде шешілетін еді. Шешіледі. Біз мемлекеттік тілді рәміздер қатарына көтеруіміз керек. Мемлекеттік рәміздер туралы арнайы заң бар. Сол заң арқылы олар қорғалады. Міне сол деңгейге біз мемлекеттік тілді, қазақ тілін көтеруіміз керек. Қазақ тілі деген халықтың жаны. Бұдан артық айта алмайсың. Ең алдымен қазақпен қазақша сөйлесу керек. Міне мәселе осында. Біз бір-бірімізбен қазақша сөйлесек, біз өз тілімізді өзіміз құрметтесек, біз оған шын мәнінде жанашырлық білдірсек қана тілдің болашағы болады. Тіл бар жерде қазақ бар, тіл жоқ жерде қазақ жоқ. Бітті, басқа формула жоқ бұл мәселеде.